Мектеп бітіргеніңізге неше жыл болды сіздердің? Бізге 22 жыл болды биыл. 22 жыл болып қалды, кеше ғана бітіріп жатқан ол жыл. 22 жыл болды сол. Кейін аудандағы, Сат ауылындағы Айтжантай Қойбатында орта мектеп. Қазір мектеп бітірушілері бір жақсы үрдістер пайда болды. Осы 20 жылдықта, 10 жылдықта бас қосып, ауылдарына көпір салып, мешіт салып, мектептің жаңағы сынған, бұзылған жерлерін жөндеп жүрсе. Бұрыннадай сөз болатын, мына 10 жылдық, 20 жылдық дегендер ауылдан уақытында шығып, дұрыс оқып, дұрыс жұмыс істеп, солар жол болып кеткен адамдардың ойлап тапқан нәрсесі деген. Проектісі. Қасында қалған. Олмайған ауылдастарға көрінейін деп. Қалған. Бірақ бұны дұрыс жағына да пайдалануға болады, өйткені шынымен туған жерге туыңды тік дейді, бір айналып барып, кез келген адам енді ер туған жеріне, ит тойған жеріне дейді, тойған жеріне мәз болып жүрмей, туған жеріңе барып, бір жұмыс істеп қайтудың мүмкіндігі ғой енді бұл. 20 жылдықта ол жекең не істейді деп ойлайсың енді, маған қарап отырсаң. Туған жерде де тойып жүре беруге болады ғой. Иә. Туған жерге тойып және туын тығып қойса болады ғой. Тығып қойып сол жерден тойып жүре берсек де болады іште. Негізі бұрындары да біздің кезімізде болатын, Совет үкіметінің кезінде 20 жылдық, 30 жылдық деген болатын. Бас қосып, мұғалімдеріне сыйлық жасап, өздері бір кішігірім дастарханда ауысып сөйтіп кетіп қалатын. Соңғы жылдары жақсы үрдіс болды. Әлгі Жақсылық ағамыздың сөзін әлі айтамыз ғой. Әр ауылда бір-бір жігіт болса да, бір-бір жігіт емес, әр жылы бітіргендер өздерінің шама шарқынша ауылдарына жақсылық жасап жатыр да. 20 жылдық, 30 жылдық, 40 жылдық. Биыл да Жандарбек өткенде ауылға барып кетті. Әр жылғылар өздері бірлесіп ақша жинатты, ауылдың 60 жылдығын өткізді. Енді үлкен шаралар жасалып жатыр, жол салынып жатыр. Балалар алаңы, футбол ойнайтын алаң қай деген сияқты көп шаралар істеліп жатыр. Біздің ауылда да сондай бір жақсы дәстүр бар. Шартқа тіркеліп бүкіл Қазақстанға кетті сол. Біреу ауырып қалады, біреудің мұқтаж жағдай, мәжбүрлі жағдай болады. Біздің мынау Жалағаштың Есеп Батыр деген ауыл. Әркім шама шарқынша. Мен жылу деген нәрседе сумы жоқ қой. Ниетпен үлкейіп кішірейе беретін нәрсе. Кез келген мерекенің аясында сол жер өткен жерде бір қолтаңба қалу керек қой енді. Мынау 10 жылдық, 20 жылдық дейді, ана бір жігіт қатты қызып кетіп, 20 жылдықта отырған ғой. Сөйтіп орында қалып қою деген бар еді ғой. Сөйтіп орында қалып қойған ұмытып кеткен ғой ол. Сол келесі классқа өтпей қалған ғой. Қатты қызып отырып айтыпты, осы сендерге мен нешінші класста келдім деген ғой. Сөйтсе класстастар айтады, сен келген жоқсың, біз келсек отыр екенсің ғой дейді. Шында да өзіңіз айтып отқан сияқты, біздің де ауылда да сондай дәстүр қалыптасқан. Біз 2 жыл болды, осы 20 жыл кездесуге барып қайтқанымызға. Әр жылғылар әйтеуір ауылға бір сый сияпаттар жасайды. Біреулер мектептің алдындағы ауласын жасап берді, біздің алдымыздағылар. Оның ар жағындағылар біздің ауылда жаңа сотовый телефон жаңа несі жоқ болмаған жаңа. Соның жаңа антеннасын орнатып берді. Біз енді әркім шама шарқынша ғой. Кейде бір класстан жаңағыдай бизнесмен, кәсіпкер шығып жатқандар, олар қомақтырақ бірдеңелер жасайды. Енді біз өзіміз тарапта біздің арамызда ондай үлкен кәсіпкер жоқ. Біз енді қарапайым қатардағы адамбыз. Қолдан келетін шаруаны жасаймыз ауылға. Сол кезде енді пандемиядан енді ғана ес жиып жатқан елге енді біраз үйде қамалып отырған халыққа бір кішкене бір сергіп бір Сіз концерт бердіңіз бе, қателеспесем, иә? Шаншар театры, Базар жоқ театры, өнердегі жаңа Мадина Садуақасы, Рамазан ағаларымыз, Саят ағаларымыз болса, эстрада жұлдыздарымыз бар. Қойшыққа концерт бердік. Қоңыр тобы бар. Одан кейін жаңа біздің енді ауылға керек нәрсе ғой деп класстармен ақылдаса келе бір андай вагонды алдық та Алматыда, мынандай сүйремелі вагонды. Соның ішіне қазан ошақтар 3 үлкен тай қазанды орналастырып, үлкен жаңағы ішінде титан дейді ғой жаңа, сондай дарынатты. Ауылға соны сыйға тарттық. Ол енді қазір ауылдың игілігіне жарап жүр. Біреудің үйінде қуаныш болады, біреудің үйінде қайғы болады. Жаңа тракторға тіркей салады да, уазға тіркей салады да, сол үйдің қасына қойып қояды. Жауын болсын, шашын болсын, жаңа қандай не болса да. Ел болғасын торқалы той, топырақ той болмай тұрмайды ғой. Жаңа мектепке жасаған, ұстаздарымызға жасаған енді өзіміздің құрметіміз болды. Енді бұл 25 мамыр деген сонда Кеңес одағы бекітіп берген күн болып тұрған ба қой, иә? 1 маусым. Сол күнді Кеңес одағын аңсай бергеніміз қаншалықты дұрыс болады? Енді жаңалықтарға да ілесіп отырғанымыз дұрыс шығар. Жалпы негізі мына бағдарлама қонақ шақырмай үшеуіңіз ғана әңгімелесіп болады екен. Ол жекең бағдарламаға қонақ екен. Қонақтандай тыңдаушы ретінде шақыруға болады екен. Жақсы әңгіме. Бұны мен ойлаймын, бірінші себебі 1 маусым балаларды қорғау күні. Дәл қорғау күні сол каникулға жібересің да, қорғауды ойлайсың. Өйткені бұрын мектептің қорғауында болды, енді 90 күн бірдеңеден қорғау керек. Екіншіден 31 күні қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күнінде жылда тойлайын десе, балалардың бәрі каникулға шығып кеткен, кімге не айтарын лекция оқып бір сол тарихи ақпараттарды берейін десе, мектепте ешкім жоқ. Сол үшін алып қалды дейміз.